Сәлем достар, бүгін мен сіздерге осындай гүл тоқудың ең оңай жолын көрсететін боламын. Ол үшін бізге крючок және жіп қажет болады. Кез келген жіппен тоқысаңыздар болады. Мен осындай жіппен тоқимын. Жұмысымызды бастаймыз. Жұмысымызды бірінші петля алудан бастаймыз. Бізге бұл гүлді тоқу үшін 60 петля керек болады. Крючогымызға 60 петля іліп аламыз. 2, 3, 4, 5. Осылай 60 петля іліп аламыз. Сіздерден өтінерім, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Және де не тоқып үйренгілеріңіз келеді, сол туралы жазсаңыздар, мен келесі сабақта сол заттың тоқылу жолын көрсететін боламын. Міне осылай 60 петля іліп аламыз. Гүлдің тоқылуы өте оңай, қарапайым. Екі қатардан кереметтей гүлдің тоқылуын көретін боласыздар. Міне мен 60 петля іліп алдым. Петляларыңызды санап отырыңыздар, сонда гүліміз әдемі болып шығады. Яғни артық петля болмаса әдемі болып шығады. Енді крючокқа жіпті іліп алып, 4-ші петлядан бастаймыз жұмысымызды. 4-ші петлядан бір столбик с накидом тоқимыз. Бір столбик тоқыдық, енді 4 петля іліп аламыз. 2, 3, 4. Қайтадан сол петлядан тағы да бір столбик тоқимыз. Тағы да бір столбик тоқимыз. Міне, бізде осындай 3 бұрыш пайда болады. Енді 3 петля тастап, 4-ші петлядан тағы да столбик с накидом тоқимыз. Арасына ешқандай петля іліп алмаймыз бұл жерден. Мінекей осылай столбик тоқимыз. Енді 4 петля іліп аламыз. 4 петля іліп алып, жаңағы петлядан тағы да бір столбик тоқимыз. Столбик с накидом тоқимыз. Енді 3 петля тастап, 4-ші петлядан бір столбик тоқимыз. Төрт петля іліп алып, сол петляға қайтадан тағы да бір столбик тоқимыз. Осылай жұмысымыздың петлямыздың соңына дейін осылай тоқып шығамыз. 3 петля тастап, 4-ші петлядан тоқимыз. 4 петля іліп аламыз. 4 петля іліп алып, сол столбиктен сол петлядан тағы да бір столбик тоқимыз. Бұл біздің бірінші қатарымыз. Қазір екінші қатарды да тоқимыз. Сонымен де кереметтей гүл пайда болады. Төрт петля сол столбиктен, сол петлядан бір столбик тоқимыз. Енді 3 петля тастап, 4-ші
төртінші петлядан столбик тоқимыз. 4 петля іліп алып, сол петлядан бір столбик тоқимыз. Бұл гүлді кез келген затқа қолдануларыңызға болады. Көйлектерге немесе шашқа тағатын резинкаларға тағып, аксессуар ретінде қолдансаңыздар болады. Мінекей осылай екінші қатарды аяқтаймыз. Қарап отырсаңыздар, ондай қиын ештеңесі жоқ. Төрт петля іліп аламыз. Мінекей бізде уже соңына келдік. Соңғы арканы жасаймыз қазір. Дұрыс шықпай қалды. Мінекей, енді 4 петля аламыз. Енді сол петлядан қайтадан бір не шығарамын. Мінекей, міне соңында 2 петляны тастап, екінші петлядан жұмысымызды аяқтаймыз. Мінекей, жұмысымыз бірінші қатарды аяқтадық. Бізде осындай аркалар пайда болады. Енді ешқандай жібіліп алмай, жаңағы аркалардан 10 столбик тоқып шығамыз. Столбиктерімізді санап отырыңыз. Мінекей, осылай
10 петля, 10 столбик тоқимыз с накидом әр аркадан. Мінекей жаңағы 4 петля алған аркаларымыздан осылай 10 столбиктен тоқып шығамыз. Мінекей ары қарай көрсетемін. Мына жерде міне ешқандай без накидом не тоқимыз. Столбик без накида тоқимыз да келесі аркадан сразу столбик с накидом тоқып кетеміз. Әр аркадан 10-10 столбиктен тоқып шығамыз. Мінекей осылай 10 столбиктен тоқып шығамыз. Мына жерден без накид аламыз да ары қарай әр аркадан 10 столбиктен тоқып шығамыз осылай. Міне біздің жұмысымыз аяқталды. Екінші қатарымыз осылай аяқталады. Соңында без накида столбик тоқып жұмысымызды аяқтаймыз. Енді гүлімізді жинаймыз. Жинау үшін мінекей осылай айналдырып дөңгелектеп домалақтап жинап шығамыз. Мінекей міне осылай гүлді жинаймыз айналдырып. Егер жуандау жіптен тоқысаңыздар, гүлдің көлемі үлкендеу болып әдемі көрінеді. Менің жібім жіңішкелеу болғандықтан гүлім де кішкентай болып шықты. Мінекей осылай гүлімізді жинап шығамыз. Өте оңай, қарапайым. Астын қазір крючокпен немесе инемен біріктіріп тастаймыз қазір. Міне, енді крючокпен астын шашылып кетпеу үшін жіппен біріктіріп тастаймыз. Мінекей осылай ар жақ бер жағынан өткізіп гүлімізді біріктіріп тастаймыз. Мінекей осылай шығарады. Мінекей осылай әр жерінен алып біріктіріп тастаймыз. Осылай жіптің екі ұшын байластырып тастаймыз бір-біріне. Жіпті қалдырсаңыздар да болады, немесе қырқып тастасаңыздар да болады. Міне осындай кереметтей гүл шығады. Көңіл бөліп қарағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.